Сәлем қыздар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер осындай рулеттер жасайтын боламыз. Ол үшін майонезімізге чеснокты теркіден өткізіп аламыз. Соусымыз үшін блинчик пен бауырдың блинчигінің рецептісі менің YouTube каналымда тұр. Қарап шығуларыңызға болады. Сол жерден қарап жасай бересіздер. Майонезімізге чесногымызды теркіден өткізіп араластырып аламыз. Енді бауырымызды үстіне соусымызды жағып рулетімізді бастап жасайтын боламыз. Бұл рулеттің жасалуы өте оңай. Алдын ала жасап, дайындап, морозкаға сақтап қойса да болады. Кісі келген уақытта алып турай қоюға өте оңай, өте ыңғайлы болады. Енді блинчигімізді салып, оның үстіне де соусымызды жағып шығамыз. Рулетімізді осылай орап, енді үшінші слойына тағы да бауырды саламыз. Осылай 3 слой жасаған жақсы, сонда сіздердің рулеттеріңіз әдемі, биік, әдемі болып шығады. Біздің бірінші рулетіміз дайын болды. Енді екіншісін блиныйдан бастаймыз. Блинымызды алып, үстіне тағы соусымызды жағып, жаңағы бірінші рулетіміз сияқты бұл рулетімізде солай жинап аламыз. Тек бұл рулетіміздің ерекшелігі блиный сыртында тұрады. Бұл рулет өте дәмді, жасалуы өте оңай. Жасап көріңіздер. Алдағы уақытта осы бауыр тортын жасауды үйрететін боламын сіздерге. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де өздеріңізге ұнайтын, өздеріңіз үйренгілеріңіз келетін рецептілер болса, маған жаза кетіңіздер. Мен жасап рецептісін YouTube каналыма рецептісін салуға тырысамын. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де осы блинчик пенен бауыр блинчигінің рецептісі менің YouTube каналымда бар екен, тағы да ескертіп айта кетейін. Сол жерден қарап аларсыздар. Біздің рулеттеріміз дайын болды. Енді мен сіздерге ортасын тіліп көрсетейін. Мына екі ұшын кесіп алып тастаймыз. Рулетімізді осында жуаңғытып кессек, өте әдемі көрінеді. Қонақтықтарда рулеттердің ортасына араластырып қоюға өте жақсы. Жасап көріңіздер, ас болсын.